Білімдімен дос бол, сасқаныңда ақыл берер. Из друга в жизни туго, friends are the family you choose. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Полиглот жобасының кезекті қонағы Ахмет Байтұрсынұлы мектебінің 9 сынып оқушысы Ізтөлеу Сабина. Қош келдіңіз, Сабина. Сәлеметсіз бе? Мемлекеттік тіл қазақ тілі өз алдына ең алғаш үйренген шет тілін жайлы айтсаңыз, не себепті сол тілді таңдадыңыз? Ең алғаш, әрине, менің ана тілім қазақ тілі. Мен қазақ тілімен әріп таныдым, сөйлеуді үйрендім. Және де менің ең бірінші оқып бастаған шет тілдерім ол орыс тілі мен ағылшын тілі. Мен мектепке қадам басқанда 1-ші сыныптан бастап біз орыс тілі мен ағылшын тілін үйреніп бастадық. Сол сәттен бастап мен орыс тілі мен ағылшын тілін үйреніп жүрмін. Мені жаңа тіл үйрену сіздің дүниетанымыңызды қалай өзгертті? Негізі мен жаңа тілді үйреніп бастағанда және де мен орыс тілі мен ағылшын тілінде еркін сөйлей бастағанда мен шет елдің адамдарымен сөйлесе бастадым. Сондықтан ол маған басқа ұлттың, басқа мәдениеттің адамдарымен олардың да көзқарастарын біліп, танып, тағы да әлемді тануға көмектесті. Жаңаша көзқарастықпен қарауды үйрендіңіз. Жақсы. Осы тіл үйренудің ең қиын және қызықты тұстарымен бөліссеңіз. Ең қиын тұстары ол әрине формулаларды жаттау, олар ережелерді дұрыс пайдалану, оны әңгімеде дұрыс қолдану, және де әрине қатесіз сені сол тілдің адамы түсінетіндей сөйлеу, және де өте қиын сөздерді жаттау. Сол да қиын негізі. Ал қызықты тұстары менің ойымша ол сен еркін сөйлей бастағанда сол шет тілде сөйлейтін адамдармен сөйлесе бастау. Сен өз еркін сөйлей алатыныңды білу және де түсіну. Ол кісілер сіздің сөйлегеніңізді түсініп жатса, онда бір жетістік, өзіңізге марқайып қуанып қалатын шығарсыз. Ал енді Сабина, тіл үйренудегі бір әдісіңізбен бөліссеңіз. Ең тиімді әдіс ол сол тілді барынша үйрену үшін сен сол тілмен өзіңді қоршау керексің. Барынша әлеуметтік желіде әсіресе сол тілдің адамдармен сөйлесу, немесе өз достарымен сол тілде сөйлесу, көбірек сол тілде оқу, айту, ойлау, сол әдіс мен үшін өте тиімді. Сабина, жаңа тіл үйренудегі ортаның әсері жайлы айттыңыз. Енді жаңа тіл меңгерген кезде бірге оқып жүрген, бірге үйреніп жүрген достарыңыз бар ма? Негізі бар. Менің басқа мемлекеттерден де, елдерден де достарым бар. Оны әрине мен әлеуметтік желіден таптым, дос болып, өзіміз сөйлесіп кеттік сол шет тілінде. Бірге үйреніп жүрген достарыңыз бар ма? Бірге үйреніп жүрген достарымыз бар. Әрине біз жаңа сабақтан кейін тағы да бір жаңа сөздер, немесе күшті ереже, немесе сол тілді үйренудегі бір күшті кеңестерді білсек, бір-бірімізбен бөлісеміз. Ақпарат алмасу жағынан тигізер пайдасы зор дейсіз ғой. Жақсы, енді сол достарыңызға арнап, үш тілде, өзіңіз білетін тілдерде мақал-мәтел келтірсеңіз. Білімдімен дос бол, сасқаныңда ақыл берер. Из друга в жизни туго, friends are the family you choose. Ал Сабина, болашақта қай тілдерді меңгергіңіз келеді? Себебін жайлы айтсаңыз. Менің қазір үйреніп негізі бастағам, және де болашақта тағы да дамытқым келеді, үйренгім келеді. Ол жапон тілі мен француз тілі. Не себепті таңдауыңыз осы тілдерге түсті? Себебі француз тілі мен үшін өте әдемі тіл. Кейбіреулері оны тіпті махаббат тілі деп те айтады. Француз тілі құлаққа өте жағымды естіледі, бірақ француз тілі әлемдегі ең қиын тілдердің бірі деп саналады. Сондықтан менің ойымша ол бір жағынан да өзіме бір тапсырма сияқты. Осыны істей аласың ба дегендей. Жақсы. Тұшымды жауабыңызға рахмет, Сабина. Сізге жарқын болашақ тілейміз. Бүгінгі жобамызда Халел Досмұхамедұлының мына сөздерімен қорытындыласақ. Ана тілін біліп тұрып, бөтенше сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше сөйлесең, бұл күйініш. Қош сау болыңыз, көрермен.